Каспий арқылы өзіміздің арестімізді қалай тексеруге болатындығын көрсететін боламын. Ол үшін Каспийге кіреміз. Госуслуги кіреміз. Астыға қарай түсеміз. Оплата исполнительный производство ин деген жерге өзіміздің инімізді жазатын боламыз. Жазып болған соң проверить басамыз. Бұл жерде сіздің қарыздарыңыз туралы толық мәліметтерді білуге болады. Бұдан бөлек сізге арест қойған жеке сот орындаушының аты-жөнін білу үшін подробный о производстве басамыз. Жеке сот орындаушының толық аты-жөнін осы жерден қарауға болады. Бұдан бөлек ограничение на выезд, яғни сізге шетелге шығуға бола ма, болмай ма, осы жерден қарауға болады. Және основной долг услуга часыйды осы жерден көруге болады. Например, негізгі қарыз сума 116.238 теңге. Ал услуга часы 29.059 теңге. Бұл жерде егер сіз арестіңізді шешсеңіз, услуга часы, яғни жеке сот орындаушының услугасын төлемейсіз. Ал сіз арестіңізді шешпей, қарызыңызды бірден төлейтін болсаңыз, онда услуга часы, яғни жеке сот орындаушының услугасы 29.059 теңгені де төлейтін боласыз. Основной долг пен услуга часыйды қоса есептегенде всего 145.297 теңге төлейтін боласыз. Сол үшін бірінші арестіңізді шешіп алсаңыз, сот орындаушының услугасын төлемейсіз. Жеке сот орындаушының услугасын төлемеу үшін бірінші аресті шешіп алғаныңыз дұрыс болады. Егер видео пайдалы болса және ұнаған болса, лайк басамыз, комментарий жазамыз және достарымызға таратамыз.